Сәлем достар, менің ас үйіме қош келдіңіздер. Біз бүгін үй жағдайында осы өзбек ағайындардың осындай керемет самсасын әзірлейтін боламыз. Бізбен бірге болыңыздар, ал ендеше кеттік. Ең бірінші пиязымызды ұсақтап, жақсылап турап алатын боламыз. Оны қолмен мыжып, жақсылап мыжып аламыз. Оның үстіне сиыр етінен фаршымызды саламыз. Оны қосып, оның үстінен міндетті түрде қара бұрышымызды, оның үстінен тұзымызды, одан кейін приправамызды салып, сұйық майымызды құйып, онымен жақсылап тұрып, мыжып дайындап аламыз. Достар, бүгінгі менің жасап жатқан самсам сіздерге ұнап жатса, міндетті түрде лайк басып, коммент жазып, маған тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Менде бұдан басқа түрлі самсалардың, тәтті тоғаштардың, одан кейін түрлі салаттардың, тағамдардың рецепттері бар. Міндетті түрде маған жазылуды ұмытпаңыздар. Бүгін мен самса жасауға осындай дайын тестаны пайдаланатын боламын. Ол үшін қатпарлы қамырымызды алып 4 бөлікке бөліп аламыз. 4 бөлікке бөліп болғаннан кейін осылай суала жасап, яғни жұқа етіп, 4 бұрышты етіп жаятын боламыз. Міне осындай жұқа қамырымызды алып, жұқа етіп жайып аламыз. Енді оның ортасына міндетті түрде оны себе отырып, осылай оқтайымызға орап, осылай жасайтын боламыз. Қамырымыз дайын болды. Енді оның ортасына фаршымызды салып, енді түйетін боламыз. Міне осылай кесіп алғаннан кейін міндетті түрде шет-шеттерін бекітіп түйіп алатын боламыз. Міне өздеріңіз көріп тұрғандай біздің самсамыз дайын болды. Енді әдеттегідей табаға салып, оның үстіне жұмыртқамыздың сарысын жағып алатын боламыз. Оның үстіне күнжітумызды сеуіп, 180 градуста жарты сағат пісіріп алатын боламыз. Достар, бүгінгі міне жасаған біздің самсамыз дайын болды. Сіздер де жасап көріңіздер, өте дәмді болып шығады. Барлықтарыңызға ас болсын.